Түлкі құйрық, тіршіліктің түп азаптан сақтар мінсіз мінәжат. 5 күн жалған бесікпен көр арасын, бірақ ауыз сөзбен түйген бұғазы. Ата сөзге тоқтамастын атарсыздың зәузаты тол зат әлсіз. Есті сөзді неге селіме желден, еш нәрсені қалдырмаған атаусыз. Бірақ сәтте суып ыстық құшағы, бірақ сәтте күйге түсіп қысалы, күйеуі өліп күңіренген әйелді жесір дейді біздің қазақ мысалы. Жесір дейді. Мен білмедім неліктен, қаңғытпаған және еншісін беріп кем. Жарым көңіл жанға айтылған демесен, сөз емес ау, әсте елді кеміткен. Өмір кейде көктем, кейде күзгі жел. Ғазиз ғұмыр үзілгенше үздігер, атанасыз қалған бейбақ баланы жетім деген, тағы да осы біздің ел. Жетім дейді, қарап барлық көз бөтен, өз жанға болмас сірә өзге тең, жүрекке ауыр тигенмен кім білсін. Жетім деген, жетіл деген сөз бекен. Бір мезетте кешіп солай түрлі ойды, көзді байлап, тілді күдік кірмейді. Әр нәрсенің атауы бар, ал бірақ баласы өлген ата-ананы кім дейді? Баласы өліп боздағанды кім дейді? Білмейді оны, ешбір адам білмейді. Жауабы жоқ. Жалғыз осы сұрақтың жылан мейлі, күл мейлі. Жоқ, шерменде емес, шерлемес, қубаста емес, пақырда емес, пенде емес, әлем кезіп кетсен дағы бәрібір әдемі сөз табылмайды елден еш. Тағдыр деген тозаң ұшқан кәрі жол, талас тартыс, күрес жолы нағыз ол. Қазағымның аталатсан аталат, боталатпа дегенінің мәні зор. Атам қазақ, айтар еді айт десе. Сөз таба алмай қалған жоғы әйтпесе, қару ұстап, қану ұстап шашпаяқ талай даудан, талай жаудан қайт десе. Иә, мұнда ғибрат бар ғұмырлық, тағдырлы елге таң несібе іңір құт. Ешбір адам баласынан айырылып жыламасын деген шығар ырымға. Өмір мәнін білмей күндей батарсыз. Өлім дәмін сізде бір күн татарсыз. Бар адамның баласы аман болсын деп, қазақ оны қалдырған ау атаусыз. Атауы жоқ атама. Атау оның әке, шеше, атана. 10 баласы опат болып кетсе де, ана боп қалады екен о тоба. Әке боп қалады екен о тоба.